Ия жаратқан, арландай зарып өзіңе шағындым тәңірім. Иісі таманың құрмет тұтар батыры қылып, мұқым алаштың тұтқасы қылдың мені. Бақытсыз емеспін. Ендігі жоғым, құшағым құр болып, бір сәбейдің уыз иісін тұшын алмай жүрмін. Мен ендігі өсіп өркендеген шағымда тұл қалғым келмейді тәңірім. Ендігі үмітім Абылай сұлтанның батасында болып тұр. Сол Абылайдың шарапатын алып, шапанынан жырт салайын. Үмітіме үзік жіп, дәрменіме демес болсын. Хан келе жатыр! Хан келе жатыр! Хан келе жатыр! Хан келе... Абылай, ел сүйген ерсің. Ендігі сапарың оң болсын сұлтан. Біздің елімізге ат басын арнайы бұрып, дәм тұзымызды татып келгеніңе Алла риза болсын. Тәңір жарылқасын. Менің көкейімдегі базынан өзіңе аян. Алла бұйыртып шарапатың тер. Мына жүгеніңнің өмілдірігін алып қалайын. Босағамның төбесіне ырымғылы біліп қояйын. Осы өмілдірлік секілді өмірлі ұлым болсын. Уа батырым, менің де саған айтарым бар еді. Бірде түсімде аян көрдім. Сол түсімде бір иығыңа ақ сұңқар келіп қонды. Иншалла, өмірге жатасының сынығындай бір ұл артынан ұрпақ өнеді. Айтқаным айтқан, дәл 12 айдан соң жусан бүлігінде алдында сүйінші сұрап келерсіз. Сүйіншіңізге ана жатқан қызыл сеңгірден жеті қоңырға дейінгі жерді еншіледім. Ал дүние есігін ашқан батырдың есімін азан шақырып, Сеңгірбек деп атарсыз. Сүйінші! Малғараның үйінде атыстар келді өмірге. Сүйінші! Берді тәңір қалауымды, о алталаш. Сүйінші! Мен ұлды болдым, сүйінші! Сүйінші! Хан тұқыммен сөз таластыратын кім едің? Босатқан жолымды. Айттым бітті, кестім үзілді. Ей, әпер бақан, хан тұқымы деп бәрімізді қырасың ба шетінен? Өзің бұлай тұр. Халық ұйғарса, хан түйесін сояды. Мен халықтың өкілімін, білдің бе? Кестеме жолымда. Хан аңғара. Мен бар қазаққа еге болған хан Абылайдың бөлтірігімін. Ханның ұлы құдай емес, не құдайдан бұлай емес. Мақұл, қоймадың ғой. Біздің текетіресімізді қанжар шешсін. Жігіттер, бұл не шу, бұл не даңғаза. Алдияр сұлтан, мән бермеңіз. Біздікі әншейін болмашы тірлік. Әншейінгі күнделікті күш сынасы ғой. Сіздің қош көңіліңізді бұзып, шырқыңызды алсақ, ғафу өтінеміз хан ием. Сеңгірбек бақадүрім, әкең малғара, сені маған еті сенікі, сүйегі менікі деген.
Содан бері буының қатып, сақайып қалыпсың. Естияр болды деген осы. Алайда араларында келіспеушіліктің иісі аңқып тұр. Соның себебін сендер айтыңдар. Төрелігін мен айтайын. Алдияр тақсыр, бүгін 6 бақан құратын едік. Мен бақанды ана нулы хамсулы жерге тіккелі жатсам, мына Қасым келіспей анау төбенің ұшар басына орнатсын деп пәрмен бергелі жатыр екен. Содан екеуміздің ойымыз қақ жарылып, екі жаққа тартып тұр. Содан ептеп шексіп қалған едік. Елдің дауын шешіп жүрген сіздей сұңғылағы, біздің дауымыз әбестеу болар. Сұлтан ием, не дегенмен қарашаңыз болған соң, өзіңізден ұдайы әділ төрелік күтеміз, Алдияр. Қасым, сен хан тұқымысың. Нағашың қалдан серен болса, сол мінезіңде ожарлық болуы содан. Көңілің биікке тартады екен. Алайда біздің міндет елге, жерге қызмет ету. Әлбетте, Сеңгірбек Қарашаның ұлы болған соң, жылқы мінезіне салып, нуға тартқаны сондықтан. Менің қырағы көңілім алдамаса, құнанымен тайы, кедеймен байы, тең өзгеше заман орнайды. Сондықтан тура биде туған жоқ деп, төрелігімді Сеңгірбектің ұйғарымына ұстатамын. Уахан ием, құлдан тыймайтын алдаспан әділдігіңізге құлдық. Жасай беріңіз, тақсыр ием. Бәрекелді. Ұзақ жасаңдар екеуің. Халықтың игілігіне қызмет етіңдер. Мақұл, төреліктің соңы батаға ұлассын. Екі естияр бөлтіргіме батамды берейін. Жайыңдар қолыңды. Құдайым, есен ет. Есен етсең шешен ет. Қасымымды қол бастар, ел бастайтын көсем ет. Ал Сеңгірбек батырым, амандық берсін басыңа, адалдық берсін асыңа, қыдыр қонсын қасыңа. Қасыма қыдыр қонды деп, әстегірақ тасыма. Осы тіккен бақандай, сәнді болсын көңілің, батыры болып еліңнің, мәнді болсын өмірің. Әумин! Әумин! Аңызға айналған Сеңгірбай Малғараұлы, қазіргі Қарағанды уалияты, Ақтоғай өңірінде Сеңгірбай жазығындағы Жіңішке өзенінің бойында дүние салған. Жасынан датқаларды сапқа тұрғызған елші, һәм қамал бұзған арыстан тұлға қазақ тарихында алтын әріптермен жазылған мағыналы ғұмыр кешті. Қазақ халқы тарихын таразылап, асылдарын ардақтаған тұста Қарабура Сеңгірбай, Алтайдың Ақбас атаны Сеңгірбай атанған ұлт мақтанышына айналды.